Өз өмірімнен жыр толғау. 1962-нің 1 қазанында Ақшәулінің баурайында Қарабұлақ ауылында Роза деген анамнан мен туылдым. Мырзағали Аким ата Нүкібайдың ұрпағында. Елім деген, жерім деген азаматтар Қытайдан келген 62-нің күз айында қоныс қонған Мырзағали отауында бауырына басқан екен нәрестені ақсақал Мұқатайда. Нәрестеге Күлген деген ат қойып, арқалапты 10 жыл бойы еркелетіп. Бастауышта Қарабұлақтан білім алып, орта білім мектебіне аттандым. 13 жаста атам менің дүние салды, еркеліктің бәрі сонда жайына қалды. Партсъезден 6 сынып аяқталып, Мыңбұлақтың мектебіне ауыстым. Мыңбұлаққа ата-анам келген көшіп, 10 жылдықты аяқтадым бірге жүріп. Семей облыс өлкесіне білім іздеп орналастым сатушылық мектебіне. Сатушылық білім